Құрметті оқушым, бұл мәтін есептің берілгені мынадай болды. Атасы 62 жаста, ал немересі 6 жаста. Неше жылдан кейін олардың жастарының қатынасы 4,5-ке тең болады. Жазайық, атасы 62 жаста екен, немересі 6 жаста. Неше жылдан кейін деп тұр ғой, сондықтан оны x деп белгілеп алайық. X жылдан кейін, яғни теңдеу құрамыз қазір. Мысалы, 3 жылдан кейін десе, не болады? Атасының жасына да, немересінің жасына да 3 жас қосылады. Солай ғой. Сондықтан, жалпы өрнек түрінде x жылдан кейін деп тұрғандықтан, атасының жасына да, немересінің жасына да x жасты қосу керекпіз. 6 қосу x болады, немересі. Жақсы. Сонда дейді, олардың қатынасы, жастарының қатынасы 4,5-ке тең болу керек. Яғни мына атасының жасын немересінің жасына бөлсем, қатынас деген ол бөлу деген сөз. 4,5-ке тең болу керек. Түсінеміз, міне, теңдеу шығып тұр. Енді осы теңдеуді қалай шығарамыз? Әрине, біз бөлінгішті жазамыз. 62 қосу x, оны теңестіреміз. Бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз, 4,5-ті көбейтеміз 6 қосу x-қа. Өйткені мына жақта бөлу тұрса, ол оң жаққа көбейту болып барады. Жақсы, енді ашамыз жақшаны. 62 қосылған x тең 4,5-ті 6-ға көбейтсек, 27 қосылған 4,5x. Сонда, мына x-ті плюс x-ті оң жаққа минус x деп жібереміз. Ал мына 27-ні сол жаққа минус 27 деп жібереміз, Сонда неше болады? 62 минус 27, 35-ке тең. Тең деп қояйық. Ал 4,5x минус 1x. Ол бізде 3,5x қалады, Осыдан x-ті табу үшін әрине 35-ті 3,5-ке бөле саламыз. 10 болады. X тең 10. Ол нені білдіреді? Ол 10 жылдан кейін олардың қатынасы, жастарының қатынасы 4,5-ке тең болады екен. Сонда бұл есептің жауабы С-ға сәйкес келу керек.